Кайрылы күн достар, бүгін сіздерге алғаш рет жасағаннан дәмді шығатын сметанник пирогының рецептісін ұсынамын. Ең алдымен видеоны соңына дейін қарап, каналға тіркелуді ұмытпаңыз. Ең бірінші 150 грамм ұнды електен өткізіп аламыз. 100 грамм сахар, 150 грамм сливочный майды және де 1 кіші қасық қопсытқыш салып песочный қамыр жасаймыз. Содан кейін үстіне бір жұмыртқаны салып, қолымызбен жұмыртқаны араластырып, біркелкі қамыр жасаймыз. 30 минуттан соң қамырды формаға салып, видеодағыдай етіп жайып шығамыз. Қамырдың жан-жағын қасықтың көмегімен түзелеп шығамыз. Енді салмасын дайындайтын боламыз. Ең алдымен 20% қаймақтан 500 грамм қосамыз. Үстіне 4 жұмыртқа, 100 грамм қант қосып, жақсылап араластырамыз. Миксермен араластыруға болмайды. Ең бастысы біріксе болғаны. Енді кезекте қамырымызды құйып аламыз. Үстіне таңқурай немесе құлпынайды салып, 180 градуста пеште пісіріп аламыз. Пирогымыз піскеннен соң 1-2 сағатқа қалдырып, суғаннан соң формадан босатамыз. Сметанник пирог өте керемет дәмді, міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайтыны 100% сенімдімін. Сіздермен болған Ардақ. Видео пайдалы болса, лайк, коммент қалдыруды ұмытпаңыз.